немқұрайлық танытпай, әрқашан өзінің ойын, пікірін нық айтып жүрген еліміздің мақтанышы математик, Қазақ ұлттық академиясының академигі, Қазақ ұлттық ғылым академиясының академигі, математик, ақын деп айтсақ болады, Асқар Серікұлы Жұмаділдаев. Асқарға қош келдіңіз. Бүгін менен де өзім оқушы кезімде сізді көре алмадым да. Мүмкін мен сізді көрсем, шабыттанып, одан да мықты математик боласың мен. Сол өзім жетпеген нәрсені оқушылар жетсе екен деп жатырмын да. Бүгін біз мынандай дөңгелек үстелімізде оқушылар математиканы не үшін оқу керек, жалпы адамзатқа математика не үшін қажет, не үшін оқу керекпіз біз оны. Біз оны қай жерде қолданамыз деген көп сұрақтар туындайды оқушылардан. Сол кезде кейде біз өзіміз мұғалімдерде былай кібіртіп, дұрыс жауап қатамай қалатын кездер болады. Енді осы сұраққа сізден артық ешкім жауап бермес деп ойлаймын. Дұрыс, түріктер тежеке өдеріс дейді. Мен олдым дейді. Мен олдым деген сөз, рахмет, бақытты болыңдар деген сияқты әңгіме ғой енді. Неше классың балдар отырмын ол? Тоғыз. Сенің математик болғаның мүмкін менімен кездеспегендігінен шығар. Өйткені кездесе қалсам, сені айнып жүрер едім, білмеймін, шынымды айтсам. Өйткені дүние үлкен көл, соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер. Абайдың сөзі ғой. Бәрі өзгереді, бірақ баяғыдай көрінеді дейді. Мен өз бала күнімде математик болсам дейтін ой болған жоқ. Мен кездейсоқ болдым негізінде. Біздің кезімізде бір журнал, Балдырған дейтін журнал болатын. Бір газет, Қазақстан Пионер дейтін газет. Басқа жоқ. Мен туған жерім өзі Қызылорда облысында Шел дейтін аудан. Шелінің өзі екіге бөлінеді. Бір жағын город дейді, поселок дейді. Поселок дейтін о жерде клуб бар. Клуб дейтін кешке таман кейде танысы болады жерде. Сосын күнде кино болады. Бір киноның құны 5 тиын. Бір газеттің құны 2 тиын. Біз теміржолдың мына бетінде біздің тұрған жақ Шанхай дейді. Шанхай дейтіні біздің аталарымыз сол 30 жылы қуғыншылық көріп кетіп қалған ғой елден. Содан сол Өзбекстанға жүрген, анда жүрген, мында жүрген, ақырын қайтып келген. Келгесін іштеме жоқ, сол жерге үй соққанда асарлатып сөз тұрғанбыз. Сол кезде біздің күтетініміз, ол кезде телевизорда жоқ. Күтетініміз Қазақстан Пионері. Аптасына 1-2 рет келеді. Оның өзіне газет кешігіп келеді. Бір аптада кешігіп келеді, бірақ біз үшін бәрі оны тұрған ештеңе жоқ. Сосын Балдырған дейтін журнал, білем, аласыңдар ма, алмайсыңдар ма? Оқимын, сосын Балдыр оқымаймын, білмеймін енді. Оқымайтын да шығар бұны. Біз оқып өстік. Біз оқып өстік, иә. Негізінде жақсы журнал ол. Оның жақсылығы, ол аны суреттен конкурс жариялайтын, сурет салудан. Сонымен ең алғашқы мен алған диплом сурет салудан болды. Сурет салып. Мұзафар Әлімбаев дейтін ағамыз, осы күні білесіңдер, білмейсіңдер ме? Мұзафар Әлімбаев дейтін қазақтың мықты ақыны бар. Сол кісі редактор болған. Сол кісі қолға кішкентай ғана диплом, үлкенде жоқ, кішкентай ғана диплом соған жазып берген. Асқар Жұмаділдаев осыны суретке салған үшін марапатталады деген. Бірақ суретім басылмады бірақ. Сонда да мен қуанып жүрдім. Бір суретім Қазақстан Пионеріне басылды ғой деймін. Біздің ауыл трактор жүріп баратыр. Көктемнің кезі ағаш, сонда суреттер бар. Сосын біздің ауылда өз негізінде сыр бойы, жырдың бойы дейді. Біз жырды тыңдап өстік.
ол кезде біздің аталарымыз